көрінісі. Ya балалар, осы сауаттар бағадай туралы бұрын естігендерің бар ма? Олай болса, сауаттар бағадай туралы білгендеріңді айта қойыңдар. Міне оқушылар қазір ғана сауаттар бағадай туралы бейне таспамызды көріп шықтыңдар. Осы бойынша кім не түсінді? Айта қойыңызшы. Сауаттар бағадай табиғат туралы не түсіндіңдер дейді? Айта қой. Тарбағатай сөзі моңғол тілінен тарбаған сөзінен енген деген жорамал бар. Қазақша аударғанда суыр кеміруші түрі деген білдіреді. Тарбағатай тауы ол тұтастай сулы тау деп есептелінеді. Таудың жалпы ұзындығы 300 км. Ал ені болса 30 км және де 50 км-дің арасы. Өте жақсы. Ал Бағлан, сен не түсіндің, айта қой? Тарбағатайдың өзендері көздің жауын алады. Орманда жүрген аңдары, суда жүзген аққулары Тарбағатайдың көркін келтіреді. Тарбағатайға адамдар жан-жақтан қызығып келеді. Бұлақтан аққан суының адамға пайдасы өте көп және түрлі ауруларға ем бола алады. Өте жақсы. Сен не түсіндің, айта қой? Тарбағатай тауының ормандары, сарқырап аққан өзендері, жайқалған құнарлы жайылымдары, жортқан аңы мен ұшқан құстары, жер қойнауындағы алтын, күміс, мыс, қалайы, тағы да басқа қазба байлықтары адам баласын ежелден-ақ өзіне тартқан. Өте жақсы. Әне осы Тарбағатайдың ерекшелігі туралы не түсіндіңдер? Кім айтады ерекшелігі? Айта қой беріп. Сауыр Тарбағатай жері ылғалды болғандықтан суармай-ақ бау-бақша егуге болады. Сауыр Тарбағатай ұрпақтарының аттары тікелей байжігіт ұрпақтарымен атымен байланысты. Өте жақсы. Тағы да ерекшелігі. Хадиша не дейді екен? Айта қой. Сауыр Тарбағатай тауының ең биік шыңы Тастау шыңы 2992 метр. Жақсы. Ал екінші сұрақ бойынша неге нардың жалғыз өркешінде деп айтады? Нардың жалғыз өркеші жалғыз тау, жалғыз ғана тау. Таудың беткейі қарағайлар тіктеп көкке қарай қарап тұр. Алыста тап бір нардың өркеші секілді. Алыстан қарасақ, нардың өркешін дейді. Яғни нар дегеніміз ол түйенің бір түрі. Яғни қандай ол бір өркешті. Яғни өте биік. Алыстан қарағанымызда не көрінеді екен? Нардың өркеші ұқсайды екен. Жақсы. Ал балалар, алдарына берген тапсырманы орындап жатырмыз ба? Осы тапсырмаға қатысты неміс арқылы жазылатын сөздерімізді есімізде түсіріп жіберейікші. Кім біледі? Неміс арқылы жазылатын сөздеріміз қандай еді? Ғалима айта қой. Неміс арқылы жазылатын сөздер олар қосарлама және де қайталама қос сөздер. Мысалы келтіретін болсақ, қосарлама сөздерге ата-ана қосарланып айтылып тұр. Ал қайталама қос сөздерге дефис арқылы жазылатын сөздерге қайта. Олар екі рет қайталанып тұр. Жақсы. Атақ дәреже, мамандық атаулары. Оларға мысалға келтіретін болсақ, вице-министр. Қосарлы айқындауыш. Оған мысал келтіретін болсақ, интернет. Тағы да қай жерде қолданылады? Реттік сан есімдер мен цифрлар. Дұрыс айтады. Мысалға келтіретін болсақ, 58-ші үй 6-шы сынып. Оларда ш деп айтпаймыз. Оларға дефис арқылы жалғанады. Шылауларға да біз дефис арқылы жазамыз. Мысалға келтіретін болсақ, айтқанды баламай. Бұл жерде қай жерге қоямыз? Айтқан екеуінің ортасына дефис қойылған. Күшейтпелі шырай. Оған да дефис қойылып жазылады. Өте жақсы түсініпсің. Сапсары, жап-жақсы. Керемет. Түсінді ғой балдар. Ары қарай осы бойынша түсінгендердің бойынша тапсырмамызды орындаймыз. Ал ондай болса балалар, екінші деңгей бойынша кім тапсырманы орындап болды? Қалғандарымыз Әсел айта қой. Оқи қой. Біріншісі жақсылықтың ертекеші жоқ.
Бұл жердегі Бұл жерде ерте кеші. бұл қайсы қос сөзге қосарлама ма, қайталамасы жатар ма? Бұл қосарламаға жатады. Дұрыс айтасың, ары қарай. Дұрыс па балалар? Иә. Ары қарай. Екіншісінде әдептілік, ар-ұят адамдықтың белгісі. Тұрпайы мінез, тағы жат надандықтың белгісі. Бұл жердегі қандай сөз қойдың? Жердегі ар-ұят. Бұл қосарламаға жатар ма, қайталама ма? Қосарлама. Дұрыс айтасыңдар. Ары қарай. Үшіншісінде Үшіншісінде көре көсем болар. Сөйлей шешем болар. бұл жердегі кәні бұны Али айта ғой, қандай? Ол жердегі ол қайталама. Өйткені Көре, сөйлей. Себебі бір сөз қайталап тұр. иә, дұрыс. Үшінші тапсырма бойынша суреттер сөйлейді. Алдымызда тұрған суреттер бойынша кім айтады? Суретте не бейнеленген? Қалай ойлайсыңдар? Кәні? Самал айта ғой. Бұл жерде ертеде осы тауда қалмақтар мекендеген. Қалмақтар бұл жерде қоныс аударған және де бұл жерде мекендеген өте жайсыз болған себебі суырлардың шыңқылдаған ащы дауысынан қалмақтар жайсызданған. Сол себепті қалмақтар бұл жерді суыр деген атпен тарбыға, ал тау дегенді тай деп атапты. Осы күнге дейін келген атауы Тарбағатай болып саналады. Өте жақсы. Яғни Тарбағатай деген қайдан шыққан туралы мәлімет беріп тұр, балалар? Түсіндік па? Балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсіндік деген ойдамын. Бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан оқушыларға міне мынау смайликтер арқылы бағалаймын. Рахмет бізде. Әсел жақсы айтты. Керемет. Тағы бізде Бағлан. Қадиша. Ғанибек. Балалар енді осы сабақта алған әсерлерің бойынша қаншалықты түсіндіңдер? Бүгінгі сабақты қорытай келе сауыр тарбағатай туралы және тілдік бағдар бойынша не өттік? Түсіндік па демес арқылы жазатын сөздерімізді? Олай болса алдарындағы жапсырғыш қағазға бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді жаза қойыңдар. Сонымен алдарында тұрған білім ағашының 3 түрі тұр. Соған не істейміз? Жапсырамыз.